Жүрек анатомиясы. Жалпы жүрек латынша кор 4 камерадан тұрады. Оң жақ және де сол жақ жүрекшеден, оң жақ және де сол жақ қарыншадан. Жүрекшелердің арасында жүрекше аралық перде, септум интератриале, ал қарыншалардың арасында қарынша аралық перде, септум интервентрикулярис орналасады. Оң жақ жүрекше және де оң жақ қарыншаның арасында үш жармалы клапан, вальва трикуспидаlis орналасады. Үйтіп аталу себебі оның үш жармасы бар. Сол жақ жүрекше және де сол жақ қарыншаның арасында митральды клапан орналасады. Митральды клапанның екі жармасы болады. Бұл клапандардың қызметі және маңызы қанды кері қарай жібермеу. Жармалар сіңірлі жіпшелер хордая тендинея арқылы бүртікті бұлшықеттер мускулус папилляриге бекінеді. Жүректен екі ірі қан тамыр шығады: өкпе сабауы және де аорта немесе қолқа. Олардың да өздерінің клапандары болады. Бұл клапандарды жарты ай тәрізді клапандар деп атайды. Жарты ай тәрізді клапандар оң жақ, сол жақ, артқы деген үш жармадан тұрады. Олар фиброзды сақиналарға бекиді. Жүректің өткізгіштік жүйесі: синоатриальды түйін, атриовентрикулярлы түйін, гис шоғыры және де пуркиния талшықтары. Жүректің физиологиялық ерекшеліктерінің бірі оның автоматизмі, яғни жүрек импульсті өзі генерациялай алады. Ал енді видеоның соңына да келіп қалыптық. Видео ұнаса лайк басып, комментария жаза кетсең болады. Ең бастысы білімің күнделікті шарықтасын.